Бұл видео көмейдің анатомиясына арналады. Көмей ларингс тыныс алу жүйесіндегі құрылысы жағынан ең күрделі мүшелердің бірі болып табылады. Енді оның топографиясына келетін болсақ, голотопиясы жағынан ол мойынның алдыңғы аймағында орналасатын болады. Скелетопиясы оның 4-6 мойын омыртқалары, ал балаларда ерекшелігі 2-4 мойын омыртқаларының аралығында орналасады деп айтасыздар. Енді оның синтопиясына келетін болсақ, ол жоғарыда тіл асты сүйегімен шектесетін болады. Алдыңғы жағынан қалқанша безі жабады. Сонымен қатар мына тіл асты сүйегіне қарай бағытталатын бұлшықеттер болады. Яғни мускулюс стернохиаидус, мускулюс стирохиаидус, мускулюс тирохиаидус және де мускулюс стернотироидус және де мускулюс омохиаидус деген секілді бұлшықеттер жабады. Сонымен қатар бүйір жағынан кезбе ми нерві жабады және де ұйқа артериясы, артерия каротис коммунис және де ішкі мойындырғы венасы, вена югулярис интерна жауып орналасатын болады. Яғни осындай мүшелермен ол мойында байланыс құрайды. Келесі оның және де мына артқы жағынан жұтқыншақтың көмейлік бөлігімен шектесетін болады. Енді біз көмейді қарастырған кезде ол бірнеше шеміршектерден тұратынын ұмытпауымыз керек. Енді сол шеміршектердің әрқайсысына жеке тоқталсақ. Бірінші шеміршек бұл қалқанша шеміршегі картиляга тиреида деп аталады. Көмейдің басқа шеміршектерінің сыртқы жағынан ол қаптап орналасады. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей. Ішкі жағында басқа да шеміршектер жатырмайды. Дәл осы, яғни барлығына да қоршап орналасқандықтан, қалқан түзе орналасқандықтан атауы қалқанша шеміршек деп аталуы сондықтан. Қалқанша шеміршегі негізінен төртбұрыш пішіндес болып келетін қос табақшадан тұрады. Жалпы бірігіп кеткен. Және де бұл шеміршектердің бұрыш құрап түйісі орналасқан жері ер адамдарда көбінесе айқында орналасатын. Мына жерде көмей шодыры проминенция ларингеяны түсетін болады. Немесе оны адам алмасы деп атайды. Сонымен қатар бұл екі табақшаның алдыңғы, яғни біріккен қапталында тілігі болады. Ол инцизура супериор деп аталады. және де мына төменгі бөлігінде де қатты айқын біліне қоймайтын инцизура инфериор деп аталатын төменгі тіліктерін ажыратамыз. Сонымен қатар оның сыртқы беті болады, фациус экстернус, және ішкі бетін ажыратамыз, фациус интернус. Осы сыртқы бетінде қиғаш сызықшаны ажыратамыз, линия обликова деп атаймыз. Бұл қиғаш сызықшаға мінекей, мынау қиғаш сызықша стернотироидус, мускулюс стернотироидус бұлшықеті келіп бекиді, және осы қиғаш сызықшадан тіл асты сүйегіне қарай мускулюс тирохиаидус, қалқанша тіл асты сүйегі, тіл асты бұлшықеті бағытталатын болады. Сонымен қатар оның жоғарғы жиегі S әрпі тәрізден болып келетін жоғарғы жиегін ажыратамыз. Сонымен қатар төменгі жиегі және де артқы вертикальды жиегін ажыратамыз. Мінекей, мынау вертикальды жиегі. Вертикальды жиегінде корнус супериор және корнус инфериор деп аталатын екі мүйіз жүйесі болады, жоғары және төменгі мүйіз жүйесі. Осы корнус инфериор арқылы бұл мына жүзік тәрізді шеміршек қазір баяндалатын. Осы шеміршекпен бірге байланысып артикуляция крикотироидусты құрайтын болады. Келесі жүзік тәрізді шеміршек артикуляция крикоидус деп аталады. Картиляга крикоидус деп аталады, кешіріңіздер. Сыртқы пішіні жағынан ол жүзікке ұқсас болып келеді. Мінекей, жүзікке ұқсас болып келгендіктен оны дәл солай атағанбыз. Бұл шеміршек алға қарап орналасқан оның доғасынан тұрады. Аркус картилягенес крикоидия және де артқы оның табақшасы лямина картилягенестен тұратын болады. Табақшаның жоғарғы жиегінде мынау келесі бір баяндалатын шеміршек, ол ожау тәрізді шеміршек. Осы ожау тәрізді шеміршекпен бірге байланысатын буындық беті болады. Фациус артикулярис аритиноидия деп аталады. Сонымен қатар мына
доғашығына қарай бағытталатын жерлерінде оның қалқанша тәрізді шеміршекпен буын құрайды деп айтқан болатынбыз. Сол буын құраушы буын беті фацис артикулярис тиреидияны түзетін болады. Келесі ожау тәрізді шеміршек. Бұл мынау шеміршек. Мына жақтан қарасаңыздар болады. Бұл шеміршектің жалпы сыртқы пішіні үш жақты пирамидаға ұқсас болып келеді. Жұп гиалин шеміршектен тұрады. Бұл шеміршектің жоғарғы және медиальды орналасқан ұшы апекс картилиогенез аритиноидея деп аталады, және де оның төменде орналасқан негізі базис картилиогенез аритиноидеяны ажырататын боламыз. Сонымен қатар бұның төменгі, яғни негізінде фацис артикулярис жүзік тәрізді шеміршекпен байланысатын буын құрайтын беті болады. Және де бұл жерде біз ажыратамыз процессус мускулярис атты бұлшықетті өсіндісін. Дәл осы бұлшықетті өсіндісіне көмей бұлшықеттері келіп бекитін болады. Сонымен қатар процессус вокалис деп аталатын вокал тәрізді шеміршекті ажыратамыз. Келесі бір шеміршек бұл картилиогенез корникулятус деп аталады, яғни мүйіз тәрізді шеміршек. Бұл өте кішкене, сыртқы пішіні мүйіз тәріздені орналасатын, мына ожау тәрізді шеміршектің жоғары жағында орналасатын жұп шеміршек болып келеді. Келесі бұл көмейдің бөбешік шеміршегі, немесе көмей қақпақшығы деп атаймыз, эпиглотис. Бұл көмей кіреберісінің үстінде орналасқан дара эластикалық шеміршек болып табылады. Бұл шеміршектің мына жіңішкелеу келген жерін, яғни қалқанша шеміршектің жоғарғы тілігіне бекіп орналасатын жерін, оның қақпақшықтың сабақшасы, яғни петиолюс эпиглотидис деп аталған. Бұл алдыңғы қабырғасы жағынан тілге қарап орналасады, және көмей қуысына қараған беті артқы беті жағынан ажыратылады негізінен көбінесе. Көмей қақпақшығының артқы бетінде осы шырышты бездер өте көптеп орналасады. Осы енді көмей шеміршектерінің жалпы буындарына келетін болсақ, бұл жерде біз бірінші буынды, яғни жүзік қалқанша буыны артикуляция крикотероидия деп атаймыз. Бұл қалқанша шеміршектің төменгі мүйізі, және де ожау тәрізді шеміршектің, жүзік тәрізді шеміршектің қалқаншалық буын бетінің арасында түзілетін буын болып табылады. Жалпы қалқанша шеміршегі жоғары жағынан көріп тұрғандарыңыздай тіл асты сүйегімен бекитін болады. Бұл тіл асты сүйегімен бекитін өзара байламдары болады. Бірінші байламы лигаментум терахеидум медианум деп аталады. Сонымен қатар лигаментум терахеидум латералис деп аталатын байламы болады. Осы лигаментум терахеидум латералис деп аталатын байламның тұсында бидай тәрізді немесе дән тәрізді шеміршегі болады деп айтамыз. Мына жерден көрсетілмеген картилиогена тритиция деп аталатын шеміршегі болады. Сол шеміршектің болатынын ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қалқанша тіл асты сүйегімен қалқанша шеміршегі мембрана тиреидия деп аталатын қалқанша жарғағымен өзара шектесетін болып келеді. Келесі буын бұл жүзік ожау буыны, яғни мінекей мына жерлерде. Бұл ожау тәрізді шеміршектің ойыстау келген бетімен мына жүзік тәрізді шеміршектің лямина перпендикулярисынан өзара байланысу нәтижесінде түзілетін буын болып табылады. Және де бұл жерде біз сонымен қатар ажыратамыз мынау эпиглотиканы. Бұл эпиглотикада мінекей көріп тұрғандарыңыздай артқы жағынан көмей қуысына қарап орналасқан. Бұл артқы қабырғасы болып табылады, ал алдыңғы қабырғасы тілге қарап орналасады. Осының ішінде енді ожау тәрізді мынау
жүзік ожау буыны, осы буын бізде конус эластикустан тұратын болады. И осы конус эластикус өзара бізде әрі қарай мына жерден қазір лигаментум вокалені түсетін болады. Мына жерде бұл лигаментум вокали әрі қарай рима вокалис, яғни дауыстық саңылауға ұласатын болады мына жерде. Сонымен қатар мынау эпиглотика мен қалқанша шеміршегінің арасында байлам болады. Бұл байлам лигаментум тироэпиглотикум деп аталады. Сонымен қатар жүзік тәрізді шеміршек кеңірдекпен, яғни трахея мен картилягенез тиреидия арқылы өзара байланысатын болады. Кешіріңіздер, картилягенез трахеалис. Осы жерден, яғни лигаментум крика трахеалис деп аталады. Мына жерден байламдарды көруімізге болады. Енді көмейдің бұлшық еттеріне тоқталамыз. Бірінші бұлшық еті, жалпы көмейдің бұлшық еттері дауыс саңылауына байланысты мускулоларингис 3 топқа бөлінеді. Дауыс саңылауын кеңейтетін бұлшық еттер, дауыс саңылауын тарылтатын бұлшық еттер және дауыс саңылауын керетін бұлшық еттер. Бірінші бұлшық ет бұл артқы жүзік ожау тәрізді бұлшық ет. Musculus crica-retinoideus posterior. Бұл жүзік тәрізді шеміршектің артқы табақшасынан бастау алады, жоғары қарай бағытталады және де процессус мускулярисіне ожау тәрізді шеміршектің аяқталатын болады. Келесі екінші бұлшық етіміз бұл қалқанша көмей қақпашы, яғни лигаментум, кешіріңіздер, мускулюс тироэпиглотикус деп аталатын бұлшық ет болып табылады. Бұл бұлшық ет қалқанша шеміршегінің бүйір ішкі қапталынан бастау алатын болады, жоғары қарай бағытталады және де көмей қақпақшығының бүйір қапталына барып бекитін болады. Келесі, енді бұлар бізде осы екі бұлшық ет дауыс саңылауын кеңейтетін бұлшық ет, яғни қызметін айтып өттік. Келесі, дауыс саңылауын тарылтатын бұлшық еттер, оларға негізінен 4 бұлшық ет жатады. Бірінші бұлшық ет лигаментум crica-retinoideus lateralis. Бұл бұлшық ет жүзік тәрізді шеміршектің доғасынан бастау алады және артқа қарай, жоғары қарай бағытталып, ожау тәрізді шеміршектің процессус мускулярисіне барып аяқталатын болады. Келесі, қалқанша ожау тәрізді бұлшық ет Musculus tira-aretinoideus деп аталады. Бұл бұлшық ет, яғни қалқанша шеміршектің ішкі бетінен бастау алады, жоғары және артқа қарай бағытталып, ожау тәрізді шеміршектің бұлшық еті өсіндісіне барып аяқталатын болады. Келесі бұлшық ет ол көлденең ожау тәрізді бұлшық ет Musculus aretinoideus transversus. Бұл тақ бұлшық ет болып табылады. Оң жақ және сол жақ ожау тәрізді шеміршектердің артқы беттеріне өзара тартылып орналасқан. Келесі мынау оның үстінде тұрған бұлшық ет Musculus aretinoideus obliquus, яғни қиғаш ожау бұлшық еттері. Бұл бұлшық еттер жоғарыда айтылған, яғни көлденең бұлшық еттің үстінде жататын болады. Бұлшық ет ожау көмей қақпақшығы тұсында плика ария эпиглотиканың терең қабаты арқылы өтетін болады және әрі қарай мускулюс ария эпиглотикусты құрайтын болады. Осы аталған 4 бұлшық еттің негізгі қызметі дауыс саңылауын тарылту болып табылады. Енді келесі бұлшық еттер, бұлар дауыс саңылауын керетін бұлшық еттер. Бірінші бұлшық ет Musculus crica-thyroideus, жүзік қалқанша бұлшық еті. Жүзік тәрізді бұлшық ет шеміршектің, мынау бұлшық ет,
жүзік тәрізді шеміршектің доғасынан бастау алатын болады. Сөйтеді да екі бөлікке бөлінеді. Парс ректа және де парс обликва. Парс ректа қалқанша шеміршегінің табақшасына барып бекиді. Мінекей көріп тұрсыздар, мынау парс ректа, ал мынау парс обликва бұл төменгі мүйізшесіне барып бекиді қалқанша шеміршегінің. Сонымен қатар келесі бұлшық еті бұл дауыс бұлшық еті. Мінекей мынау бұлшық ет мускулюс вокалис болып табылады. Бұл бұлшық еті немесе мускулюс тиреоретиноидус интернус деп атаймыз. Бұл плика вокалистің, яғни дауыс қатпарының терең қабатында орналасатын жұп бұлшық ет болып табылады. Қалқанша шеміршегінің бұрышының төменгі бөлігінен бастау алады және артқа қарай бағытталады. Ожау тәрізді шеміршектің дауыстық өсіндісі процессус вокалиске, сонымен қатар лигаментум вокалиге барып бекитін болып табылады. Бұл екі бұлшық еттің негізгі қызметі дауыс байламын керу. Енді келесі бұл көмей қуысы кавитас ларингис. Көмей кірісі тесігі, яғни адитус ларингистан бастау алады. Көмей кіреберісінің алдыңғы қабырғасы ол эпиглотистан тұратын болады. Артқы қабырғасы мына жерден кесіп алып тасталған ожау тәрізді шеміршектерден тұрады. Сонымен қатар бүйір қабырғалары ожау көмей қақпақшығы қатпары, яғни плика ария эпиглотикадан тұратын болады. Енді бұл қатпарлардың аралығында негізінен алмұрт тәрізді қалта болады. Ол мына жерлерде орналасады деп айтамыз шамамен. Көмей қуысының сыртқы пішіні негізінен көріп тұрсаңыздар бір құмсағатқа ұқсас болып келеді. Бұл құмсағатқа ұқсас болып келеді және де қуысты біз үш бөлікке бөліп қарастырамыз. Бірінші кіреберіс бөлігі вестибулюм ларингис және де ортаңғы бөлігі кавитас ларингис интермедиум және де дауыс асты қуысы кавитас инфраглотикум. Осының ішінде ең бірінші кеңдеу келген жері бұл вестибулюм ларингис. Көмейдің кірісінен көмей қуысының бүйір қапталында орналасатын плика вестибуляристен тұратын болып табылады. Осыған дейінгі аралықта орналасады. Көмей қабырғалары алдынан көмей қақпақшығының артқы бетінен тұратын көріп тұрмыз. Және артқы жағынан ожау тәрізді шеміршектің ұшынан және де плика интераретиноидеден тұратын болады. Ал көмей қақпақшығының ортаңғы қабаты бұл негізінен өте күрделі қабатқа болып табылады. Өзі негізінен таралау келеді. Себебі бұл жерде меншікті дауыс аппараты, яғни глоттис орналасады деп айтамыз. Сонымен қатар вестибулюм ларингис пен кавум инфраглотикум арасында орналасатын болады және бүйір қапталында бұл жұпталып орналасады. Вентрикулюс ларингисті ажыратамыз осы жерде. Осы екі қатпарды ажыратамыз сонымен қатар. Бірінші қатпар бұл плика вестибулярис кіреберіс қатпары. Бұл кіреберіс қатпары бір-біріне қараған жиектері көмей кіреберіс саңылауын, яғни рима вестибуляристі құрайды. Келесі бұл дауыс қатпарының астында тұрған. Бұл дауыс қатпары плика вокалис кіреберіс қатпардан төмен орналасатын болады. Және де осының маңында бізде мускулюс вокалис жақында орналасады. Әрі қарай олар жаңағы лигаментум вокалины түзетін болады. Сонымен қатар осы кіреберіс және де дауыс қатпарларының аралығында жаңағы атап өткен бөлік вентрикулюс ларингисті ажыратамыз. Келесі көмейдің төменгі кеңдеу бөлігі кавитас инфраглотикум, ол жіңішкереді әрі қарай және де кеңірдекке ұласатын болады.
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.